Сәлем достар, бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз бұл бас сүйек ішілік қысымының жоғарылауы, орысша атауы внутришерстное давление. Бұл тақырыпқа тоқталмас бұрын бас сүйек ішілік қысымы неден тұратынын біліп алайық. Ол 3 затта ми затынан 80%, ликвардан 8% және қаннан 12%. Бас сүйек ішілік қысымы қалыпты жағдайда ересектерде 3 пен 15 мм сынып бағанасына дейін. Жаңа атаған 3 затымыздың біреуінің мөлшері жоғарылауы бас сүйек ішілік қысымының жоғарылауын туындатады. Бас сүйек ішілік қысымының жоғарылауынан бұрын адам ағзасында компенсаторлы механизм іске қосылады. Бұл механизм қалай жұмыс атқарады? Ол жаңа атаған 3 заттың біреуінің мөлшерінің жоғарылауы қалған 2 заттың мөлшерінің төмендеуімен көрінеді. Мысалға алатын болсақ, әртүрлі ісіктерден, гематомалардан және киссалардан пайда болған ми затының мөлшерінің жоғарылауы ликварда және қандағы өзгерістер тудырады. Ликвардағы өзгерістер ол ликвардың синтезі, яғни өндірілуінің төмендеуі және реабсорбциясы, яғни сіңірім жоғарылауымен көрініп, ликвардың мөлшерінің төмендеуіне алып келеді. Қандағы өзгерістер веналық қан арқылы қанның шығуының жоғарылауы қандағы өзгерістер туындатады. Бас сүйек ішілік қысымының жоғарылауын біз кішігірім тәжірибе арқылы көрсете кетейік. Мынау құрылғыны біз ликвардың синтезделетін жері, мынау құрылғыны ликвардың реабсорбцияланатын жері, яғни сіңірілетін жері, ал мынау шприцті бас сүйек ішілік қысымды көрсететін датчик ретінде қарастырайық. Мынау ағзатымыз бізде ми заты, ішіндегі ликвар сұйықтығы деп қарастырайық. Ликвардың реабсорбциясының нашарлауынан бас сүйек ішілік қысымының жоғарылауын тәжірибе арқылы көрсетейік. Датчикке қарап тұрыңыздар. Бұл тәжірибеде ликвардың реабсорбциясының бұзылысы нәтижесінде ликвардың мөлшері жоғарылап, бас сүйек ішілік қысымының жоғарылауына алып келді. Бас сүйек ішілік қысымының жоғарылауының себептеріне тоқтала кетейік. Бас жарақаты, инсульттер, яғни ишемиялық, геморрагиялық инсульттер, гипонатремия, яғни адам ағзасына натрийдің жеткіліксіздігі, эклампсиялар, энцефалопатия, гидроцефалия, краниостеноз және энцефалит және менингиттер жатады. Енді клиникалық көрінісіне тоқтала кетейік. Бастапқы сатысында бастың ауырсынуы мазалайды. Ол үдемелі сипатта ұстама тәрізді болады. Бастың ауырсыну сипаты ол басы керіп, жайылмалы ауырсыну. Бұл ауырсыну көбінесе таңертең және түнде болады. Және басты бұрғанда, түшкіргенде және жөтелген кезінде пайда болуы да мүмкін. Сол кезде үдеп кетуі де мүмкін. Келесі симптомы ол құсу. Яғни бұл кезде құсудың сипаты тамақтануға байланыссыз, жеңілдік әкелмейтін және ауыз толтыра құсу. Яғни бұл құсу орталығының тітіркену нәтижесінде болады. Кей кезде жүрек айнусыз пайда болады. Науқастың психикалық қызметтерінде де өзгерістер болады. Яғни науқас мінез құлқында өзгерістер пайда болады. Яғни ол тітіркенгіш, тез шаршағыш және қырсық болып келеді. Бас сүйек ішілік қысымының жоғарылауының келесі симптомы бұл Кушинг триадасы. Бұл қауіпті көрінісіне жатады. Яғни жүректің жиырылу жиілігінің төмендеуі брадикардиямен және тыныс алу жиілігінің төмендеуі брадипноямен және систолық артериялық қан қысымының жоғарылауымен көрінеді. Ендігі кезекте бас сүйек ішілік қысымының жоғарылауының диагностикасы. Біз бірінші кезекте көз түбін қараудан бастаймыз. Яғни бұл кезде көру нервінің дискісінің ісінуі және атрофиясы болады. Бұл көріністер
гипертензия, яғни бас сүйек ішілік қысымының жоғарылауына тән көрініс. Сол жақта көріп тұрғандарыңызда суретте белгілегені бойынша көру дискісі көрсетілген. Бұл қалыпты жағдайдағы көру дискісі. Ал оң жақтағы көріп тұрған суреттеріңізде белгілеген затын бұл атрофияланған көру дискісі. Атрофияланған көру дискісі. Бұл кезде науқаста көру қабілетінің төмендеуі пайда болады. Диагностиканың келесі әдісі ол ультрадыбысты доплерлік зерттеу. Бұл әдіспен бас миының қан тамырларын зерттейміз. Бұл зерттеу арқылы ликвирдің ағу жолындағы кедергілерді анықтауымыз мүмкін. Бұл әдіс арқылы бас миының қан тамырларындағы әртүрлі өзгерістерді көруімізге болады. Олар мысалы тромбтар, атеросклероздар және тағы сол сияқты. Келесі зерттеу әдісі ол бас сүйек рентгенографиясы. Алдарыңызда көріп тұрған суретте краниограмма көрсетілген. Бұл краниограмма бойынша бас сүйек ішілік қысымының жоғарылауының қиғаш көріністерін көруімізге болады. Ол саусақтық басылымдар, одан кейін бас сүйегінің жұқаруы, тігістердің шеттерінің кеуектілігі және олардың кеңеюі. Келесі суретте түрік ершігін көреміз. Бұл екіншілік өзгерістерге жатады. Бұл кезде түрік ершігінің кеуектілігі және қабырғасының жұқаруы болады. Бұл көбінесе ересектерге тән. Алдарыңызда көріп тұрған суретте гипофиздің аденомасы көрсетілген. Ал белгілегенім бұл жерде түрік ершігі. Келесі зерттеу әдісіміз ол КТ және МРТ. Сол жақта көріп тұрған суреттеріңізде МРТ бейнеленген, ал оң жақта КТ бейнеленген. КТ-да, яғни компьютерлі томографияда көретініміз ол берілген суретте ишемиялық инсультті көріп отырмыз. Сарымен белгіленген. Ол қарайған дақ ретінде көрінеді. Ал сол жақтағы магнитті резонанс томография, яғни қысқартып айтқанда МРТ көрінісінде бастың оң және сол жақ жартышарындағы көп камералы эхинококты кисталарды көреміз. Осы екі патологияда бас сүйек ішілік қысымының жоғарылауының себебі болып табылады.